Бүгін жалпыұлттық аза тұту күні. Орман өртінен қаза тапқан 14 адамның жақындарына қызылордалықтар да қайғыра көңіл айтады. Енді ол иманды болсын, ол салғырттық, елдің қатесі, любой мекемеде техникалар тозып тұр, адамның тағдырымен ойнап кетті, шынымды айтайын. Ол үшін мемлекет өзінің қамқорлығына алып, қатты жүйені қадағалау керек. Техниканы шетелде мысалы техника арзанда, адам қымбат. Бізде наоборот, техника қымбатта, адам арзан болып қалды. Өкінішке орай сондай жағдай бәр салада. Иманды болсын, жатқан жерлері жайлы болсын, елімізде мұндай қайғылы жағдай болмасын. Ауыр отбасыларына енді иман сабыр берсін. Негізі ол басшылықтарының кінәсі деп ойлаймын мен, әкімнің әсіресе. Соның бәрін дұрыс қадағалау керек еді. Бірінші халықты ойлау керек қой, әкім болғасын. Өз ойым ғой енді. Өртке байланысты бірақ президенттің шешімі дұрыс сияқты. Жаңағы несі кредиттері кешіріледі деп жатыр, 3 миллионнан беріледі деп жатыр. Сонысына риза болып қалдым, жақсы ғой. Ең шамалы болса да көмек қой отбасыларына. Енді ол кісілерге Алла Тағала сабыр берсін отбасыларына. Енді бұндай ешқандай жаманшылық болмасын. Біздің Қазақстанды бәле-жәледен аман болайық. Бейбітшілік заман болсын. Бүгін 12 маусым қаралы күн жарияланып жатыр. Барлығына аза тұтамыз бізде. Өртке байланысты. Одан бөлек енді күн суы да бар. Және адамдардың, яғни біздің қоғамның да табиғатқа дұрыстап қарауымыз керек. Яғни ол шылымнан шықты ма, басқа нәрседен де шығуы мүмкін. Өрттің суына байланысты. Яғни біз табиғатты аялап, қоршаған ортаға немқұрайлылық танытпауымыз керек. Осы Абай облысында болып жатқан төтенше жағдай барлығымыз үшін былайша айтқанда қайғылы оқиға, қанша адам қайтыс болып жатыр. Абай облысындағы адамдарға және де осы қайтыс болған кісілердің жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Барлық жерде осы аза тұту деп әлеуметтік желілерде де барлық жерде салынып жатыр. Бүкіл еліміз үшін бұл өте өкінішті жағдай десек болады. Қаза болғандардың отбасына қайғырып көңіл айтамыз.